Қытайдың қазағы туралы мен баяғыда бір лекциямда айтып едім, бар шығар елдер естіген болар. Біз 1 миллион қазақтан айырылдық деп. Ол Ресейдің қазағы еді. Ресейдегі 1 миллион қазақ айдың күннің аманында көз алдымызда орыс тасты. Міне соғысқа барып қырылып жатыр. Жастар қынадай қырылып кетті Ресей қазақ. Соны не Ресейден бір қазақ, не Қазақстаннан бір қазақ, Ресейде соғыста өлген қазақтар туралы тақырыпты көтеріп біреу бір мәудие алмады, жазбады, айтпады, көтермеді. Сөйтіп Ресейдің қазағынан айырылдық. Енді Қытайдағы 3 миллионда 5 миллион қазақтан да көз алдымызда айырылғалы тұрмыз. Енді Қытайдың қазіргі Қазақстанға келіп жатқан қазағының ішінде есі дұрыс қазақ бар дегенге мен өзім сенбеймін. 98% қазақтың қолында паспорт жоқ. Қазіргі келіп жатқан қазақ Қытайдың сүзгісінен, фильтрінен өткен, басынан бақайшығына дейін Қытайға адал қазақ. Қытай оқытып, әрбілеп, аздырып, тоздырып, сол Қытайдан арман қытайшыл қылып жіберген қазағын ғана Қазақстанға жіберіп жатыр. Сол ана Қытайлардың аудармашысы болып шапқылап айтып бүйтіп жүргендер күн үшін күліп жүр. Енді өткенде бір қазақстандық жергілікті қазақ осы Қытайдың қазағы оңбаған, Қытайларды бастап жүр, анау болып жүр, мынау болып жүр деп бір сөйлепті екен. Содан мен әлге жауап бердім. Қытайдың қазағы бастап келген жоқ. Сол Қытайдың кіруіне жол қойған Тоқайды айтты. Егер Қазақстанның заңында Қытайдың жер алуына, егістік егуіне, кендерді сатып алуына жол жоқ десе, сол қазақ миллион Қытайды бастап келсе де бір Қытай сол жерді еге алмай, істей алмай, қор болып бармағын шайнап қайтатын еді. Сондықтан мынау Қытайдан келген қазақ ол кім? Ол сол Тоқаев жасаған шекараны ашып берген заңның аясында осы отанды мемлекетті құртатын, осы тарихта болмайтын, осы әділетсіз, осы сұмдықтың аясында күн үшін күлік жеп жүрген бейшара пақырлар. Бірақ сенің отаныңды жәркемдеп Қытайға бөліп берген Тоқай, біріншісі Тоқай. Ал бұлар бар болғаны, сол Тоқай жәркемдеп бөліп берген сенің отаныңның жаңағы жәркем қысқасы сол қызығын көруге үймелеген қарға құзғындар ғана. Осы нәрсені біліңіздер.